Қайырлы күн оқушылар, 9 сыныптың бүгін 2 тоқсандағы жазылатын алғашқы бөлім бойынша жинақтық бағалау жұмыстарын бастайық балалар. Әрине сіздерден сұрайтын лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап, видеоны мейлінше таратуларыңызды сұраймын. Сонымен тапсырмаларымыз санақ жүйесі лифтімен тығыз байланысқан, төменде келтірілген жағдайлардың ішіндегі инерциялық санақ жүйесі. Әрине инерциялық санақ жүйесі бұл Ньютонның бірінші заңына негізделген. Екінші және бесінші жауапта бір қалыпты жоғары қозғалғанда және бір қалыпты төмен қозғалғанда дене инерциялық санақ жүйесінде жататын болады. Екінші суретте денеге әсер ететін күштерді көрсетеміз. Бұл денеге әсер еткен F2 тарту күші, F3 ауырлық күші, F4 денеге әсер ететін кері әсер ететін күштер, ал N F1 реакция күші болып табылады. Көрсетіп қойдым балалар, жер тарапынан болатын реакция күші, F2 дененің тарту күші, дененің ауырлық күші, денеге әсер ететін, кері әсер ететін күштер болды. Енді осы дене қай бағытта қозғалған, оны анықтау үшін векторларға байланысты. Қай жерде, бұл жерде тарту күші F2 үлкен болғандықтан дене оңға қарай, алға қарай қозғалатын болады. Үшінші тапсырмамызда тығыздығы 900 килограмм метр куб, көлемі 20 сантиметр куб болатын мұз кесегі мұз айдынында 10 метр секунд жылдамдықпен 2 секундта сырғанайды. Берілген жаздық. Тығыздығы 900 килограмм бөлінген метр куб, көлемі 20 сантикубты 10-6 дәрежесіне көбейтіп метр кубқа қыбыжыға келтіріп қойдық. Сонда массаны табу үшін тығыздықты көлемге көбейтеміз. Тығыздығымыз 900 килограмм бөлінген метр куб, ал көлем 20-6 дәрежесі. Сонда 18.000 10-6 дәрежесі немесе 18 грамм мәгіндегі мұз кесегінің массасы шығады. Келесі әгіндегі қозғалыстағы мұздың өдеуін табамыз. Жылдамдықпенен уақыт берілген. Өдеу дегенім v-v0 бөлінген Т болғандықтан жылдамдығы 10 метр секунд, уақыт 2 секунд, бастапқы жылдамдық 0-ге тең. Сонда өдеуіміз 5 метр секунд квадрат. С мұз айдындағы түсірілген күшті табу керек. Күш F тең болады ема формуласы бойынша Ньютонның екінші заңын қолданамыз. Массамыз 18-10-3 дәрежесі болған. Осыны 5-ке көбейтеміз. Өдеу тозында 90-10-3 дәрежесі Ньютон мұз айдында жатқан әгіндегі әсер еткен күш шығады. Төртінші, массалы планетаның айналасында массасы М серігі қозғалады. Осы кезде серіктің планетаға гравитациялық тартылыс күші қандай шамаларға тәуелділігін сұрайды. F тең болады G(m(r) квадрат болғандықтан мына тартылыс күш ара қашықтығының квадратына кері пропорционалды, массаларының көбейтіндісіне тура пропорционал. Сондықтан біз мына сысыншы жауапты аламыз. Массаларын көбейтіндісіне тура пропорционал болады. Бесінші, массалары 200 грамм және 150 грамм болатын екі шар бір-бірінен R30 сантиметр қашықта орналасқан. Олардың арасындағы өзара тартылыс күшін анықтау керек. Гравитациялық тұрақты 6,67, 10-11 дәрежесі Ньютон метр квадрат бөлінген килограмм квадратқа тең. Берілген жазамыз балалар, граммдарды айландырамыз. Сонда М1 0,2 килограмм, М2 0,115 килограмм болады. Ара қашықтық 30 сантиметрім 0,3 метр болады. Бүкіл әлемдік тартылыс күшін табу үшін F тең болады G(m) көбейтілген М бөлу R квадрат болатын. Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс күшін формуласын жаздық. Мәндерін орнына қоямыз. 6,67, 10-11 дәрежесі.
М1 0,2, М2 0,15 килограмм болған. Ал мына 0,3-ті квадраттаймыз 0,9 болады. Көбейтіп мәндерін бөлеміз. Сонда 2,2, оның -11 дәрежесі осы екі дененің арасындағы бүкіл әлемдік тартылыс күші шығатын болады. 6-шы, жер бетінен тік жоғары 20 метр секунд квадрат үдеуімен көтерілген ғарыш зымыранының ішіндегі масса 80 кг ғарышкердің салмағын табу керек. Үдеуі 20 метр секунд квадрат жоғары қарай бағытталған. Массасы 80 килограммды дене тік жоғары қарай қозғалған А үдеумен жоғары қозғалған кезде формула П тең болады М Ж плюс А болады. Ж-ның орнына 10-ды қойдым. Үдеуім 20-ға тең. 30-ды 80-ге көбейтсем 2400 ньютон. 7-ші есебімізде жердің жасанды серігі болу үшін дене қандай жылдамдықпенен қозғалу керек? Жердің радиусы 6400 километр, жыны 9,8 метр секунд квадрат деп алу керек. Берілген жаздық балалар, қыбыжыға келтіремін. Километр 10-3 дәрежесі болғандықтан 6,4, оның 6 дәрежесі жердің радиусы қыбыжы бойынша. Ал үдеу 9,8 метр секунд. Қолданатын формулам А тең болады В квадрат бөлінген R болғандықтан В квадраты табу үшін әгіндегі жыны R-ға көбейтемін. Сондағы В квадрат түбірдің астына жазылады. В тең болады 9,8-ді 6,4, оның 6 дәрежесіне көбейтемін. Жуықшамен енді 64, оның 6 дәрежесі 64-тен бұл жерде 7,9, оның 3 дәрежесі метр секунд жылдамдық шығады. Не болмаса 7,9 километр секунд әгіндегі жердің жасанды серігінің жылдамдығы шығады балалар. Бағалау критерийлерін ұсынып отырмын. Бұл жерде инерциялық санақ жүйесін ажырату, күштердің бағытын әгіндегі сәйкес оның түрлеріне анықтау, дененің қозғалысын бағытына анықтау, мұздың массасын анықтау, қозғалыстың әгіндегі дененің үдеуін анықтау, күштерді анықтау, гравитациялық күштерді қолдану, бүкіл әлемдік тартылыс заңын қолдануға байланысты салмақтың формуласын жазып, оның әгіндегі адамның салмағын есептей білу, бірінші ғарыштық жылдамдықты формуланы пайдаланып, дененің бірінші ғарыштық жылдамдығын есептеу болып табылады балалар. Бағалау 13 балл сендерге толық шығарылып жағдайда өте үлгілі 5-тік бағаға орындай аласыңдар деп ойлаймын балалар. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, менің видеома жазылып, толық қарауларыңызды сұраймын. Сәттілік тілеймін. 2-ші тоқсанның алғашқы бұжыбысын жақсы жазуларыңа тілектеспін балалар. Балалар, бүгін 9-ші сынып оқушыларының 2-ші тоқсанның аяғындағы жазылатын 90-дық жиынтық бағалау жұмыстарын бастаймыз. Бұл тақырыптарымыз күш және Ньютон заңдарына арналады. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңдар. Видеоны мейлінше таратуға болады. Сонымен жұмыстарымыздың мазмұны мынадай. Ньютонның бірінші заңын түсіндірілетін құбылысты атаңыз. Бірінші заңы бұл инерция құбылысын инерция заңы деп атайды. Ньютонның бірінші заңын тұжырымдамасын жазу керек. Бір дене әсері екінші дененің әсерімен теңелетін болса, ол дене тыныштықта болады, немесе түзу сызықта бір қалыпты қозғалыс жасайтын болады. Бұл Ньютонның бірінші заңы бар. Үшінші тапсырмамызда деформацияның түрлері менен атауын сәйкестендіру керек. Балалар, енді мен мына жерде былай бүйтіп былай сызсам, көбірек бір шимай пайда болатын сияқты, сондықтан үстіне жазып қойдым. Мынау бірінші созылу деформациясы, мынау сығылу деформациясы, мынау ығысу деформациясы, мынау иілу деформациясы, мынау бұрау деформациясы. Сондықтан, мысалы, бұрау деформациясын былай қарай сызуға болады. Ал созылу деформациясын мен былай қарай сызуға болады. Өздерің ары қарай сызуларыңа болады балалар.
Төртінші, суретте арбашаны сүйреп бара жатқан адам бейнеленген. Міне арба жүкті арбаға салып апты да адам сүйреп бара жатыр балалар. Міне ал енді арбаға әсер етіп тұрған суретті күштерді бейнелеу керек. Бірінші, тарту күші бар, реакция күші бар, ауырлық күші және үйкеліс күші болуы мүмкін. Арбашаның қозғалыс үдеуі 2 метр секунд квадрат, жалпы массасы 30 килограмм. Сондағы А тең болады 2 метр секунд квадрат, М тең болады 30 килограммда берілген жаздық. Енді арбашаға әсер ететін күшті анықтаймыз. Формула Ньютон екінші заңы бойынша F тең болады ма. Сондағы масса 30 килограмм, үдеуі 2 метр секунд квадрат. Сондағы күш 60 ньютон болды. Келесі, неліктен арбашаға әсер ететін күштен адамның тарту күші үлкенірек болу қажет екендігін сипаттап жазыңыз. Мен жаздым балалар. Егер тарту күші ауырлық күшінен артық болмаса, дене орнынан қозғалмайды. Міндетті түрде тарту күші ауырлық күшінен артық болмау керек. Тарту күші ауырлық күшінен артық болу керек. Сонда ғана дене орнынан қозғалатын болады. Бесінші, Ньютонның екінші заңын сурет арқылы тұжырымдаңыз. Егер дене бір-бірімен әрекеттескенде, олардың үдеулері массаларына кері пропорционал болады. Массасы 4 килограмм дене қандай да бір күштің әрекетінен 2 метр секунд квадрат үдеу алады. Массасы 8 килограмм дене дәл сондай күштің әрекет еткенде қандай үдеу алатындығын есептеңіз. Қолданамыз Ньютонның екінші заңы F тең болады ма. Сондағы күшті табамын. 4-ті 2 метр секунд квадрат үдеуге көбейтсем 8 ньютон болады. Енді осы күштің әсерінен дене қандай 8 килограмм дене қандай үдеу алады десе, А тең болады F бөлінген М формуласы бойынша мен 8 ньютонды 8 килограммға бөлемін. Онда екінші жағдайда дене 1 метр секунд квадрат үдеу алатын болады. Алтыншы суретте. Суреттегі динамометрдің көрсеткіші бойынша Ньютонның үшінші заңын сипаттаңыз. Мына суретте екі динамометрді екі жаққа қарай тартып тұр. Бірінші қолменен екінші қолдың әрекет әгіндегі күштерін сипаттайық. Ньютонның үшінші заңы бойынша әрекет етуші күшке әрқашан тең қарсы әрекет етуші бар болады. Формуласы не болмаса, F1 тең болады минус F2 формуласы. Сонда мына күшке қарсы мына дәл сондай күш әсер етеді. F1 тең болады минус F2. Шама жағынан тең, бағыты жағынан қарама қарсы күштерменен әсерлесетін болады. Жетінші, бірінші ғарыштық жылдамдықтың формуласын жіктеңіз. F тең болады ма формуласы бойынша. Енді ғарыштық жылдамдықтар, олар Ж үдеумен қозғалыс жасайды. Ал еркінсу үдеуі V квадрат бөлу R формуласы бойынша екеуін теңестіремін. Сонда М Ж-ны МV квадрат бөлу R-ге теңестіреміз. Сондағы жылдамдықты табамыз. V квадратты табу үшін Ж-ны R-ға көбейтемін. Не болмаса, V-ны тапқанда түбірасында Ж-R. Бұл бірінші ғарыштық жылдамдық болып соның формуласы болып есептеледі. Егер де сан мәнін орнына қоятын болсақ, балалар, онда жуық шамменен 7,9 км секунд болады. Біліп жүріңдер. Бұл бірінші ғарыштық жылдамдықтың формуласы және оның сызатын траекториясы шеңбер болады. Бізде 3 ғарыштық жылдамдық бар. Екінші және үшінші 3 ғарыштық жылдамдықтар бар. 8-ші тапсырмамызда балалар, ғарыш кеменің жер бетінен 5R жердің радиусынан 5 есе қашықтықта алыстағандағы тартыс күшін табыңдар. Міне балалар, сурет сызайық. Мынау жердің радиусы. Массасы кішкентай М болатын ғарыш кеме жердің бетінде E1 күшпенен тартылатын. Енді ол H биіктікке көтерілген. Есептің шарты бойынша H ол жердің радиусынан 5 есе артық. Сондағы жерден алыстаған кездегі F2 күшті жазамыз. Сонымен жердің бетінде бүкіл әлемдік тартылыс күш F1 тең болады Ж ММ R квадрат болады.
Жерден алыстаған кездегі эффекті тең болады G(m)(m). Жақшаның ішінде R плюс H-тың квадраты болады. Осыдан екеуін бөлейік. Бөлетін болсақ, жылар өзгермейді, массалар өзгермейді, қысқарып кетеді. Сонда E1-дің F2-ге қатынасы R плюс H-тың квадратын R квадратқа бөлеміз. H-тың орнына 5 берілгеніндегі 5R жерді қойсам, жақшаның ішінде 6R жер болады. Оны квадраттаған кезде 36R квадрат болады. R квадраттың өзі жазылды. Сонда қысқаруынан кейін 36 немесе E1-дің F2-ге қатынасы 36-ға тең болды да, F2-ні тапқан кезде E1-ді 36-ға бөлетін болдық. Жауабы жерден алыстаған кезде тартылыс күш 36 есе кемейтін болады. Келесі есебімізде 9-шы Меркурий ғаламшарының орташа радиусы 2420 километр. Еркін түсудегі 3,72 метр секунд квадрат. Осы Меркурийдің массасын есептеу керек. Берілген жазайық. 2420 километр Меркурийдің радиусы. Енді метрға қыбыжыға келтірсек, 2,42 оның 6 дәрежесі метр болады. Еркін түсудегі 372 метр секунд квадрат. Меркурийдің массасын табамыз. Қолданатын формуламыз кез келген планетадағы еркін түсудегі G(m) бөлу R квадрат формуласы бойынша анықталатын болады. Сондағы массаны тапқанда кішкентай еркін түсудегі R квадратқа көбейтіп, гравитациялық тұрақтыға бөлетін боламыз. Ал еркін түсудегі Меркурийді 3,72 метр секунд квадрат екен. Ал мұна 2,42 оның 6 дәрежесін квадраттайтын болсақ, 5,85 оның 12 дәрежесі болады. Гравитациялық тұрақты 6,67 оның 11 дәрежесіне тең болған. Сонда орнына қойып есептеген кезде 3,27 оның 23 дәрежесі килограмм. Біз белгілейміз осынша жауапты. Бұл Меркурийдің массасы. Келесі 10-шы тапсырмамызда жердің жасанды серіктерін не үшін қолданатындығын түсіндіріңіз. Геодезиялық зерттеулер үшін, навигация үшін, ғылыми зерттеулер жүргізу үшін қолданады. Білесіңдер балалар, сендер жердің жасанды серіктері космос кеңістігінде жер орбитасында айналып жүретін болады. Сонда олардың негізгі мақсаты жердегі қандай да бір зерттеу жұмыстарын жүргізетін болады. Сонда осындай мақсатта жердің қатпарларын зерттейді, навигация үшін, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін жердің жасанды серіктері қолданылатын болады. Келесі 11-ші тапсырмамызды қарастырайық, балалар. F күштің әсерімен массасы Mге тең дене үдеумен қозғалады. Кестені толтырамыз. Бізде үдеудің массаның күштің мәндері берілген. Енді осы жердегі сұрақ тұрған жерге мәндерін белгісіз шамаларды жазып шығайық. Енді мен сіздерге ауызша айтайын. Сіздер егерде осы жұмыс келген жағдайда бұлай жазбаша да жазуларыңа болады. Күш 2 ньютон, масса 8 килограмм. Бұл жерде үдеуді тапқанда 2-ні 8-ге бөлеміз. 0,25 болады балалар. 0,25. Мына жерде 0,25 болады. Ал екінші, мына жерде күшпенен масса берілген, үдеуді табу керек. Үдеуді тапқанда 6-ны 3-ке бөлеміз. 2 болады. Миллиграммдардың 10-3 қысқарып кетеді. Жауабы 2 метр секунд квадрат болады. Ал бізде үдеуменен масса берілген, күшті табу үшін ема формуласы бойынша 200-ді 0,4-ке көбейтеміз, 80 ньютон болады. Ал келесі 2 километр секундты айландырамыз. 2 оның 3 дәрежесі, мына 10 оның минус 3 дәрежесі. Сонда 20 ньютон болады. Ал үдеу берілген, күш берілген, массаны табу үшін күшті үдеуге бөлеміз. 20-ны 0,1-ге бөлсек,
200 килограмм нагіндегі дененің массасы шығатын болады. 12-ші соңғы тапсырмамызда суретте түскен күш әсерінен резеңке баудың ұзындығы өзгеруінің тәуелділік графигі берілген, сол резеңке баудың қатаңдығын табу керек. Тақырыбымыз серпімділік күшіне арналады балалар. Мына жерде графикте бір дене мынандай ұзындыққа дейін ұзарған. Бұл жерде енді оның резеңкенің біз бастапқы ұзындығының 1 метр екендігін білеміз, ал соңғы ұзындығы бізде көрінбеген. Сондықтан біз мына ұзындықтың бөлік құнын анықтау алуымыз керек. Бөлік құнын анықтау үшін қазір мен 1-ден 0-ді азайтамын. 1-ден 0-ді азайтсам 1 болады. Осы аралықта 1, 2, 3, 4, 5 бөлікке бөлінген. Сонда мен 1-ді 5-ке бөлсем 0,2 метр әр бөліктің құны шығады. Демек, мынау 1 бүтін болса, мына келесі бөлігім 1,2 болады, ал мына аралығым 1,4-ке тең болады. 1,4, сонда 1 метрден 1,4 метрге дейін мына резеңке бау созылған болып шығады. Сондағы оның ұзаруын табу үшін, абсолют ұзаруын табу үшін L2-ден L1-ді азайтамыз, немесе 1,4-тен 1-ді азайтамын. 0,4 метр оның абсолют ұзаруы шығады. Осыдан келіп, F тең болады K дельта L Гук заңы бойынша. Гук заңы денеге әсер еткен серпімділік күш, оның қатаңдығы мен ұзаруына тура пропорционал. Сондағы K-ны табу үшін F-ті дельта L-ге бөлеміз. Ал күш бізде 4 ньютон болған, ал дельта L абсолют ұзаруы 0,4 болған. Демек, оның қатаңдығы 10 ньютон бөлінген метрге тең болды. Міне балалар, біз 12 тапсырмадан тұратын 9-шы сыныптың 2-ші тоқсанның аяғындағы жазылатын тжб жұмыстарын талдадық балалар. Осы бүгінгі талдауларым сіздерге өте үлкен пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Ньютон заңдары, серпімділік күш, деформацияның түрлері жайлы, денеге әсер еткен күш, оларды қалай, Ньютон заңдары жайлы біраз мағлұматтарды айтып өттік балалар. Осы мағлұматтарды зерделе ұмытпай, құбылыстарды, формулаларды жаттап алсаңдар, өздеріңе осы тапсырмаларды орындаған кезде өте көп пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Назарларыңа рахмет, сәттілік тілеймін балалар. Бүгін 9-шы сыныптың 2-ші тоқсандағы жазылатын БЖВ тапсырмасын талдайтын боламыз. Бұл бөлім күш, динамикаға арналады. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, подписка жасауды, видеоны мейлінше таратуды ұмытпаңдар. Сендердің пікірлерің балалар мен үшін өте құнды. Сонымен 2-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары Ньютон заңдары бөлімі бойынша жиынтық бағалау болып табылады балалар. Бірінші тапсырма: денеге 12 ньютон және 5 ньютон екі күш әсер етеді. Тең әсерлі күштің мәнін табыңыз. Бірінші жағдайда күштер бағыттас бағытталған. Күштер бағыттас бағытталған кезде ол күштердің қосатын боламыз. F тең әрекет күш тең болады. F1 қосылған F2. Сонда 12-ге 5-ті қосамын, тең әрекет күш 17 ньютонға тең. Екінші жағдайда күштер бір-біріне перпендикуляр, тең әрекет күшті тапқанда катеттерінің квадраттарының қосындысы деп қарастырамыз. Сондағы тең әрекет күш 12 менен 5 ньютонның квадраттарының қосындысы. 12-нің квадраты 144, 5-нің квадраты 25. Қосқанда 169, 169-дан 13 ньютон шығатын болады. Бір-біріне перпендикуляр бағытталғанда тең әрекет күш 13 ньютонға тең болды. Екінші жағдайда күштердің арасындағы бұрыш 30 градус. 12 және 5 ньютондық күш 30 ньютон күшпенен орналасатын болса, сонда тең әрекет күшті тапқанда біз косинустар теоремасын пайдаланамыз балалар. F тең болады түбір астында E1 квадрат қосылған F2 квадрат минус 2 E1 көбейту F2 косинус альфа деген формуланы қолданайық. Мәндерін орнына қоямыз. 12-нің квадраты 144 қосылған
5-тің квадраты 25 минус 2 менен F1 менен F2-нің көбейтіндісі 12 көбейтілген 5 косинус 30 градустан 0,86. Сонда көбейтіп түбірасынан шығаратын болсақ 8,2 ньютон тең әрекет күштің мәні шығатын болады. Екінші тапсырмамызда көкжиекке 60 градус бұрыш жасап бағытталған 42 ньютон күштің әрекетінен дене горизонталь бет үстінде қозғалады. Егер дененің массасы 4 кг, ал дене мен бет арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,3 болса, анықтау керек. Бірінші денеге әсер ететін күштерді сызып көрсету керек. Денеге әсер еткен күштердің ауырлық центрінен бастап көрсетеміз балалар. Төмен қарай ауырлық күші әсер етеді. Дененің қозғалысына қарама-қарсы жанасу бетінің бойымен үйкеліс күші әсер етеді. Және реакция күші әсер етеді. Және 60 градус бұрыш жасай тарту күші әсер ететін болады. Берілген жаздық. Альфа 60 градус, тарту күші 42 ньютон, масса 4 кг, үйкеліс коэффициенті 0,3. Енді осы күштердің X осіндегі проекциясын жазу керек. X осі бойынша F тарту косинус альфа минус үйкеліс күші қарама-қарсы бағытталғандықтан проекциясы теріс болады. F үйкеліс тең болады. Ема болдық. Енді Y осінің бойынша Y осінің вертикаль ос бойынша проекциясы N минус mg плюс F тарту көбейтілген синус альфа болады. Тіректің реакция күшінің формуласын қорытып шығарамыз. Сондағы N тең болады F тарту синус альфа минус болып барады. mg минус F тарту синус альфа. Мына жерде балалар синус альфа бар. Сондағы дененің А формуласын қорытып шығарамыз. А тең болады F тарту косинус альфа минус нью mg бөлінген масса болып шығады. Сондағы дененің үдеуін табамыз. Аны табу үшін 42 косинус альфа 2-ден 1 0,3 4 көбейтілген 10 бөлінген 4. Сондағы дененің үдеуі 2,25 метр секунд квадратқа тең болып. Келесі үшінші тапсырмамызда балалар. Массасы 40 және 60 кг балалар қарама-қарсы бағытта қозғалыстары көрсетілген. Бірінші дененің массасы 40 кг, мына екінші дененің массасы 60 кг. Енді сұрақ мынандай. Сонда қай баланың күші үлкендігін анықтау керек. F тең болады ема формуласы бойынша денеге әсер еткен күш ол дененің массасына тәуелді болғандықтан, оның қай дененің массасы үлкен болса, соған әсер ететін күш те үлкен болады. Сондықтан екінші баланың күші үлкен болады. Төртінші тапсырмада суретті түсіндіру керек. Мына вагонда бірінші адам артқа қарай құлап жатыр, екінші адам алға қарай құлап жатыр. Себебін түсіндірейік. Бірінші вагон алға қарай қозғалған, сондықтан адам артқа қарай құлауда. Ал екінші вагон кенет тежелген, сондықтан адам алға қарай құлайды. Бұл инерция құбылысы деп аталады. Бесінші тапсырмамызда балалар формуланы кестеге толтыру керек. Ауырлық күшінің формуласы F тең болады mg болады. Серпімдік күшінің формуласы F тең болады минус kx. Үйкеліс күшінің формуласы F тең болады нью mg болады. Міне балалар, сендерге берілген 5 тапсырмадан тұратын осындай Ньютонның заңдарына байланысты берілген БЖБ тапсырмаларың осындай. 90-ның аяғында сәттілік тілеймін. Осы видеоларды қарап, Ньютонның заңдарын жақсы меңгеруге тілектеспін балалар. Бүгін 9-шы сынып оқушыларының физика пәнінен 2-ші тоқсандағы жазылатын БЖБ жұмыстарын қарастыратын боламыз. Бөлім Ньютон заңдарына арналады. Бүгінгі видеомызға лайк басып, комментарий жазып, подписка жасап, видеоны таратуларыңа болады балалар. Сонымен тапсырмамыз Ньютон заңдары бойынша БЖБ жұмыстарымыз
Енді мен сіздерге екінші вариантын, екінші нұсқасын көрсетіп отырмын. Өткен жолы бірінші нұсқа көрсеткенбіз ішінде. Ал тапсырмалар: суретте велосипедтен құлап бара жатқан адамның қозғалысы көрсетілген. Мына бала велосипед алдында бір тасқа соғылған болу керек. Сонда бала алға қарай құлап бара жатыр. Сұрақ: суретте қандай құбылыс бейнеленген? Бұл инерция құбылысы деп аталады. Инерция құбылысы. Б. Суретте адам қозғалысын сипаттаңыз. Инерция құбылысын сипаттайық. Жылдамдықпен қозғалып келе жатқан бала кенеттен сүрінсе алдыға қарай құлайды. Себебі ол өзінің жылдамдығын инерция заңына сәйкес сақтайтын болады. Екінші тапсырмамызда суретте массасы 8 тонна, үдеуі 0,5 метр секунд квадрат жүк көлігі қозғалысы көрсетілген. Ж 10 метр секунд квадратқа тең. Берілген жаздық балалар. Массасы, мына жүк көлігінің массасы 8 тонна. Килограммға айландырсақ 8 оның 3 дәрежесі килограмм. Үдеуі 0,5 метр секунд квадрат. Тапсырма А. Жүк көлігіне әрекет ететін күштердің бағытын салып көрсетіңіз. Жүк көлігіне қандай күштер әсер етеді? Біріншіден, двигательдің тарту күші әсер етеді. F тарту күші алға қарай бағытталады. Екіншіден, жүк көлігінің төмен қарай бағытталатын ауырлық күші әсер етеді. mg. Үшіншіден, мына дөңгелектің жерменен үйкелетін үйкеліс күші бағытталады. Үйкеліс күші әрқашан тарту күшіне қарама қарсы бағытталады. Төртінші күшті көрсетулеріңе болады. Төртіншісі ең жоғары қарай бағытталатын ең тіреу күші немесе реакция күші. Енді бесінші тапсырмада жүк көлігі моторының тарту күшін есептеңіз. Мына жүк көлігінің тарту күші Ньютонның екінші заңы бойынша F тең болады m көбейтілген a. Дененің тарту күші дененің массасы менен алған үдеуінің көбейтіндісіне тең. Олай болатын болса, орнына қоямыз. Массаның орнына 8 оның 3 дәрежесі килограмм келеді. Аның орнына 0,5 метр секунд квадрат болады. Екеуін көбейтетін болсақ, 4000 ньютон немесе тарту күші 4 килоньютон болады балалар. Үшінші тапсырмамызда суретте массасы 40 килограмм және 60 килограмм балалардың қарама-қарсы бағытта қозғалыстары көрсетілген. Балалардың бір-біріне әрекет ететін күштері қандай? Бұл жерде, мына жерде 40 килограммдық және 60 килограммдық бала жіпті тартып тұр. Ал Ньютонның үшінші заңы бойынша денелер түзу сызық бойымен шама жағынан тең, ал бағыты жағынан қарама-қарсы күштермен әсерлеседі. Немесе формуласы E1 тең болады минус F2. Немесе мына жердегі суреттен де көруге болады. Ортасында динамометр тұр балалар. Бірінші және екінші динамометрдің көрсетілулері бірдей. Бұл нені білдіреді? Бұл екі жаққа да бірдей күшпенен тартылып жатқандығын көрсетеді. Динамометр күштің мәнін көрсетеді. Олай болатын болса, екеуінің күштері өзара тең деген сұрақты белгілейміз балалар. Б. Суретте балалардың өзара әсерлесуі Ньютонның қай заңымен түсіріледі? Балалардың өзара әсерлесуі Ньютонның үшінші заңымен түсіндіріледі. E1 тең болады минус F2. Бұл Ньютонның үшінші заңы болып табылады. С. Бірінші бала 3 метр секунд квадрат үдеуімен қозғалатын болса, екінші баланың үдеуін есептеңіз. Берілген жазамыз. A1 тең болады 3 метр секунд квадрат. A2-ні табу керек. Ньютонның үшінші заңы бойынша E1 тең болады минус F2 болғандықтан, ал E1 дегенім бірінші балаға әсер еткен күш M1A1, F2 дегенім M2A2, екеуін теңестірдік. Екінші A2-ні табамыз. A2-ні анықтайтын болсақ, M1A1-ды M2-ге бөлім. Мәндері 40-ты 3-ке көбейтіп 60-қа бөлім. 40-ты 3-ке көбейтсем 120, 120-ны 60-қа бөлсем 2 метр секунд квадрат. Бұл екінші баланың тартып жатқан үдеуі болады. Төртінші суретімізде, төртінші тапсырмамызда суретті көрсетілгендей созылмайтын жіп көмегімен блок арқылы M1 4 кг, M2 1,5 кг жүктөрілінген блок пен жіп салмақсыз.
Есептің берілгенін жаздық. Ем1 4 кг, Ем2 1,5 кг. Осы жүктерге әсер ететін күштерді белгіле. Енді бірінші және екінші жүктердің төмен қарай бағытталған ауырлық күші болады. Ем1Ж және Ем2Ж болатын ауырлық күштері екеуі де төмен қарай бағытталады. Жүктер қандай үдеумен қозғалатындығын анықтау керек. Енді мына Ем1 жүк ауырлау болғандықтан ол қазір блок арқылы мына төмен қарай қозғалатын болады. Ал керісінше Ем2 жүк жоғары қарай бағытталатын болады қозғалысы. Сондықтан X өсін біз төмен қаратып алып отырмыз. Мына бірінші дененің ауырлық күші менен X өсі бағыттас болғандықтан таңбасы плюс болады. Ал X өсі менен екінші жүктің ауырлық күші қарама-қарсы болғандықтан таңбасы минус болады. Сондықтан Ем1Ж минус Ем2Ж тең болады. Ем1 қосылған Ем2, бұл жерде жақша жабылады балалар. Сондағы аны тапқан кезде Ем1Ж минус Ем2Ж-ны Ем1 менен Ем2-нің қосындысына бөлеміз. Ем1-міз 4 кг болған, 10-ға көбейтсем 40, мынау 1,5 кг, 10-ға көбейтсем 15 болады. Ем1 менен Ем2-нің қосындысы 5,5. Сонда 40-тан 15-ті алсам 25, 25-ті 5,5-ке бөлсем 4,5 метр секунд квадрат үдеуменен қозғалатын болады. Міне балалар, бүгінгі сіздерге көрсетіліп отырған 9-шы сыныптағы 2-ші тоқсандағы жазылатын БЖБ тапсырмаларын осындай. Ньютон заңдарын қолдандық. 1-ші, 2-ші, 3-ші заңдарын қолдана отырып, кез келген күштердің мәнін, құбылысты осылай анықтауға болады. Бүгін онымен қоса инерция құбылысын қарастырдық. Міне сұрақтарың болса комментарийға жазып, лайк басуды ұмытпаңдар. 90-ның аяғында жақсы баға алып, сәттілік болсын жұмыстарың. Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 9-шы сыныптың 3-ші тоқсандағы жазылатын тербелістер мен толқындары тарауына арналған бөлім бойынша жинақтық бағалау жұмыстарын бастайтын боламыз. Жалпы бұның мәтіндер бойынша қарастырайық. Негізгі оқу мақсаттары: еркін және еріксіз тербелістерге мысалдар келтіру, эксперименттік әдіспен амплитуда, период, жиілік анықтау, резонанс құбылысын сипаттау, бағалау критерийлері көрсетілді. Ондағы тапсырмалар берілген. Негізінде бірінші Б. Берілген суреттердің ішінен еріксіз тербеліске жататын мысалдарды анықтау керек. Балалар, мына жерде бірнеше мысалдар келтірілген. Солардың ішіндегі еріксіз тербеліс деген сырттан күш әсер етіп тұрған тербелісті біз еріксіз тербеліс деп атаймыз. Бұл еріксіз тербеліс бізде мына кісі алтыбақанда сырттан күш әсер ету арқылы баланы тербетіп тұр. Демек, еріксіз тербелісіміз мынау болып есептеледі балалар. Қалғанында барлығы, мысалы, бір соққаннан кейін мынау тербеліс өзі жасауы мүмкін. Екінші, суретте тербемелі дененің орын ауыстыруының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Мына денеде X ығысуы, амплитудасы мына жер 5 болатын болса, амплитудасы ол 10 см деген сөз. Синус заңы бойынша өзгерген. Периоды 0,05, периоды мына жері 0,05 болса, мына жері 0,1, мынау 0,15, мынау 0,2 секунд болады. Сонда амплитудасы 10 см, периоды 0,2 секунд, жиілігі 5 Гц болады. Берілген графиктен анықтайсыз тербелістің амплитудасына, периодын, жиілігін жоғарғы сияқты біз көрсеттік. Үшінші, резонанстың бір пайдасы менен зиянына мысал келтіріп жазыңыз. Зияны, мысалы, аспалы көпірде әскерилер сап түзіп өтуге болмайды. Өйткені сыртқы күшпенен тербеліс, көпірдің тербелісі дәл келген кезде көпір өте үлкен бұрышқа майысып сыны кетуі мүмкін.
бұл әңдегі резонанстың зияны болып табылады. Ал пайдалы жағы алтыбақандағы баланы жақсы тербету үшін адамның жиілігі менен алтыбақанның жиілігі дәл келген кезде алтыбақан өте үлкен бұрышқа чарықтап амплитудасы күрт артатын болады. Музыкалық аспаптарда резонанс құбылысы не үшін қолданылады? Жауабын түсіндіріп жазыңыз. Мысалы, оркестрде бірнеше музыкалық аспаптарда жиіліктерді теңелген кезде дауыс амплитудасы күшейе түсетін болады. Демек, бұл жерде резонанс орнайтын болады. Мысалы, оркестрде өздеріңіз білесіңдер, барлығы бірдей күй тартқан кезде бір ғана домбыраның дауысы сияқты болып есептеледі. Төртінші, дыбыс қаттылығы қандай физикалық шамаға тәуелді болады? Әрине, амплитудаға тәуелді болады. Дыбыстың амплитудасы неғұрлым жоғары болатын болса, дыбыстың қаттылығы да сонша жоғары болады. Тонның биіктігі қандай физикалық шамаға тәуелді? Тонның биіктігі ол жиілікке тәуелді болады. Неғұрлым дыбыстың әңдегі тербеліс жиілігі жоғары болатын болса, онда тонның биіктігі де жоғары болады. Мысалы, тон адамның дауысы айтады ғой, тональность деп айтады. Сол тонның биіктігіне жиілікке тәуелді болады. Бесінші тапсырмамызда ақ жарық 7 түске жүктеледі. Ал дыбыстың қаттылығы жайлы айттық. Амплитудаға тәуелді, тонның биіктігі жиілікке тәуелді екендігін қарастырдық. Енді ақ жарық 7 түске жүктеледі балалар. Төменде көрсетілген түстерден спектрдегі ретімен жазып шығыңыздар. Мына жерде қызыл, жасыл, көк, күлгін, сары, көгілдір, тоқсары деп белгіленген. Орындар ауысып белгіленген. Енді негізінде олар орналасып қызыл, тоқсары, сары, жасыл, көк, көгілдір болып орналасатын болады. Ал бесінші, ақ жарықтың 7 түске қалай жіктелуге болады? Үшбұрышты призмаға әңдегі ақ жарық түскен кезде қызылдан басталып, күлгеннен аяқталатын жекті спектрге жіктеледі. Қызылдың толқын ұзындығы үлкен болғандықтан ол азғантай ғана сынады. Күлгіннің толқын ұзындығы ең азы көбірек бұрышқа сынатын болады. Сонда призмаға ақ жарық түсіп сынған кезде 7 түске жіктеледі. Әрбір түске белгілі бір толқын ұзындығы сәйкес келеді. Призмаға алдыменен көк жарық, сонан кейін қызыл жарық түсірген. Призмаға арқылы өткеннен кейін қызыл және көк сәулелердің жүру жолын сызыңдар. Көк жарығымыз бұл қызылға қарағанда көбірек сынады. Ал қызыл жарық көкке қарағанда азырақ сынатын болады. Сәулелердің жолын салып көрсеттік балалар. Мұны жерде көбірек сынатын себебі шыныдан ауаға өткен кезде, оптикалық тығыздығы көп ортадан аз ортаға өткен кезде жарық көбірек бұрышқа ауытқитын болады. Бұл жарықтың сыну құбылысына негізделген. Жарық мөлдір ортадан бір ортадан екінші ортаға өткен кезде өзінің бағытын өзгертетін болады. Бұндай құбылысты сыну құбылысы деп атайды. Неліктен бұлай салғаныңызды түсіндіріңіз. Көк жарық көп сынады, ал қызыл жарық аз сынады. Сыну көрсеткішінің түсіне тәуелділігі дисперсия деп аталады. Дисперсия жарықтың 7 түске жіктелуін айтады. Мысалы, балалар кемпір қосақта жаңбыр жауғаннан кейін, ауа мөлдір ортаға айналғаннан кейін қызылдан басталатын, күлгіннен аяқталатын 7 түске жіктеледі. Қызыл, қызғылт, сары, жасыл, көк, көгілдір, күлгін деп аталатын 7 түске жіктеледі балалар. Бұны біз дисперсия деп атаймыз. Бұл кемпір қосақтың пайда болуына мысал бола алады. Қайырлы күн оқушылар, бүгін 9 сыныптың 3 тоқсандағы жазылатын сақталу заңдары бөлімі бойынша жинақтық бағалау жұмыстарын қарастырайық. Оқу мақсаттары: дене импульсі менен күшің импульсін ажырату, механикалық жұмысты аналитикалық және графикалық тәсілдермен анықтау, жұмыс пен энергияның байланысын түсіндіру болып табылады. Балалар, тапсырмалар: дене импульсінің формуласын табу керек.
мына жерде 4 формула тұр, соның дене импульсінің формуласы қайсысын табу керек. Негізінде F көбейтілген T тең болады. mv минус mv нулевой формуласы бұл импульстың формуласы болып табылады. Мұндағы F көбейтілген T күш импульсы деп аталады да, ал массаның жылдамдыққа көбейтіндісі дене импульсы болып табылады. Сондықтан дене импульсы бізде сысыншы жауапта тұр. Екінші, массасы 30 тонна, жылдамдығы 0,3 метр секунд жылдамдықпен қозғалатын вагон, массасы 20 тонна 0,2 метр секунд жылдамдықпен қозғалған вагонға соқтығысып, екеуі ары қарай бір жылдамдықпен қозғалады. Соқтығысқаннан кейінгі вагондардың жылдамдығын табу керек балалар. Бұл жерде массасы 30 тонна 30,3 дәрежесі, жылдамдығы 0,3 метр секунд. Екінші вагонның массасы 20 тонна, қыбыжық айландырсақ 20,3 дәрежесі килограмм болады. Екінші вагонның жылдамдығы 0,2 метр секунд болған. Соқтығысқаннан кейін олардың жылдамдықтары бірдей болған. V1 тең болады V2-қа. Осыны табу керек. Қолданатын формуламыз импульстың сақталу заңы M1 V1 қосылған M2 V2 тең болады. M1 V1 қосылған M2 V2 болады. Ал мұндағы соқтығысқаннан кейінгі V1 пен V2 тең болғандықтан жақшаны сыртына шығардық. Енді осы V1 табамыз. M1 V1 қосылған M2 V2-ні M1 қосылған M2-ге бөлеміз. Мәндерін орнына қойып есептейміз. 13,3 дәрежесін бөліміндегі 50,3 дәрежесіне бөлсек 0,26 метр секунд соқтығысқаннан кейінгі арбашалар әкіндегі вагонның жылдамдығы шығады. Келесі, соқтығысуға дейінгі жалпы импульстарын табу керек. Соқтығысқанға дейінгі импульстары P тең болады M1 V1 қосылған M2 V2. Ескеретін жай, балалар, егерде вагондар қарама-қарсы қозғалатын болса, онда мына таңба минус болады. Қазір бізде екеуі бір бағытта қозғалған, сондықтан мәндерін орнына қойып есептедік. Сонда 13 дәрежесі килограмм метр секунд. Бұл соқтығысуға дейінгі екі вагонның импульсы болып табылады. Соқтығысудан кейінгі олардың жалпы импульстарын табу керек. Соқтығысқаннан кейінгісі P', M1 V1 қосылған M2 V2 болды. V1 пен V2 тең болғандықтан жақшаны сыртына шығаруға болады. Жақшаның ішінде M1 қосылған M2. Мәндерін орнына қойып есептедік. Сонда 0,26 көбейту 50,3 дәрежесі немесе 13,3 дәрежесі килограмм метр секунд. Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Соқтығысқанға дейінгі импульстарының қосындысы соқтығысқаннан кейінгі импульстарының қосындысына тең болады. Бұл импульстың сақталу заңы деп аталады, балалар. Келесі, механикалық жұмыс дегеніміз не? Механикалық жұмыс дегенім дененің күштің әсерінен дененің орнын ауыстыруы механикалық жұмыс деп аталады. Формуласы А тең болады F көбейтілген S болады. Мұндағы F әсер еткен күш, S сол күштің әсерінен дененің орны ауыстыруы болып табылады. Егерде тарту күші орын ауыстыруға бағыттас болған жағдайда жұмыс оң болады, балалар. Егер әсер еткен күш қарама-қарсы бағытталса, дене алға қарай қозғалса, онда жұмыс теріс болады. Қандай жағдайда? Ол мысалы үй көліс күшінің жұмысы кезінде. Автомобиль тормозды басқан кезде, тежегішті басқан кезде күш артқа қарай бағытталады, бірақ автомобиль алға қарай біраз жүреді. Бұл кезде теріс жұмыс атқарады. Ал егерде денеге тек қана күш перпендикуляр төмен қарай бағытталатын болса, онда ауырлық күшінің жұмысы нөлге тең болады. Өйткені күш пенен орын ауыстырудың арасындағы бұрыш 90 градусқа тең болады. Ал егерде қандайда бір бұрыш жасай әсер ететін болса, мысалы шананы бала қандайда бір мынандай күшпенен бұрышпенен сүйрейтін болса, онда А тең болады F көбейту S косинус альфаға тең болады. 6-шы тапсырмамыз осыған лайықталған. Суретте ер адам 0,2 килоньютон күштің әсері отырып, жәшікті 5 метр қашықтыққа сүйрегені бейнеленген. Арқа мен горизонталь жазықтың арасындағы бұрыш 30 градус болса,
ер адамның атқаратын жұмысын анықтау керек. Мына суретте балалар, мына жәшікті ер адам қандай да бір бұрыш жасап, немесе 30 градус бұрыш жасап сүйрейді. Сондағы адамның атқарған жұмысын табу керек. Берілген жазайық. F тең болады 0,2 килоньютон. Кило 10-3 дәрежесі болғандықтан 200 ньютон болды. А тең болады Fs косинус альфа формуласын қолданамыз. F 200-ге тең, S 5-ге тең. Косинус 30 градуста түбірас 3 бөлінген 2, немесе 0,86-ға тең. Сонда 860 джоуль мына ер адам жұмыс атқарыпты балалар. Төртінші, ауыр атлетші зілтемірді 1,5 метр биіктікке көтерген сурет бейнеленген. Зілтемірдің массасы 300 килограмм, ауыр атқаратын жұмысты табу керек. Жұмыс А тең болады mgh формуласы бойынша. Бұл әгіндегі 4,5 килоджоульға тең болады. Массасы 500 грамм дене 30 метр секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған. Берілген жазып қойдық балалар. Денен лақтырылған мезетте кинетикалық энергияны табу керек. Кинетикалық энергиямыз А тең болады mv0 квадрат бөлу 2 болғандықтан орны қойып есептейміз. Мына жерде ручка жазбай қапты балалар. 225 джоульға тең болады. Ең жоғарғы нүктедегі потенциялық энергиясын табу керек. Потенциялық энергия негізінде mgh. Ал энергияның сақталу заңы бойынша қанша кинетикалық энергия берсек, дене сонша кинетикалық энергияға айналады. Демек 225 джоуль потенциялық энергия болады. Ал сондағы дененің ең жоғарғы нүктесіндегі потенциялық энергиясы 225 джоуль болды. Высыншы тапсырмада ең жоғарғы нүктенің денедегі көтерілу биіктігін табу керек. Енді біз энергияның сақталу заңы бойынша потенциялық энергиям кинетикалық энергияға тең болғандықтан энергиямызда 225 джоульға тең болды. Потенциялық энергияның формуласы E тең болады mgh болған балалар. Сонда H-ты табу үшін энергияны mg-ға бөлеміз. Ал энергия тік жоғары қарай көтерілген кездегі энергиямыз 225 джоульға тең болған. Масса 0,15 килограмм, G еркін сөйлеу 10 метр секунд квадратқа тең болады. Сонда бөлімінде 5 болды. 225-ті 5-ке бөлетін болдық. Сонда 45 метр дененің ең жоғарғы көтерілу максимал биіктігі шықты балалар. Міне балалар, бүгінгі қарастырылған 9-шы сыныпқа арналған энергияның сақталу заңы, жұмыс, потенциялық және кинетикалық энергия туралы алған мағлұматтарың осындай болды балалар. Бүгінгі бұл энергия әгіндегі импульстың сақталу заңы да қарастырылды. Сақталу заңында соқтығысқанға дейінгі, соқтығысқаннан кейінгі импульстарының қосындысы бірдей болатындығын үлкен назарда ұсталуға керек балалар. Міне осындай. Егерде мына есепті толық түсінетін болсаңдар, бүгінгі біздің өзімізге қойылған оқу мақсаттары дененің импульстың әгіндегі ажыратып, механикалық жұмысты анықтап, олардың жұмыс пен энергияның арасындағы байланысты түсінеді деп ойлаймын балалар. Бүгінгі менің сіздерге айтқан мағлұматым түсінікті болса, комментарийға жазып, сұрақтарыңды қоюға болады. Келесі жолы қандай тақырыптарды қарастырғыларың керек, өз пікірлеріңді комментарийға жазып қалдыруларыңды сұраймын. Мен үшін сіздердің айтқан пікірлеріңіз құнды. Сау саламат болыңыздар. Қайырлы күн оқушылар. Бүгін 9-шы сынып істер үшін 1-ші тоқсанда жазылатын 90-дық жинақтық бағалау жұмыстарын ұсынып отырмын. Физика пәні бойынша бұл осы 9-шы сыныптағы алғашқы жазатын тәжірибелерің болып есептеледі балалар. Сонымен жұмыс бірінші тапсырмасы үдеудің теңдеуін анықтаңыз. А тең болады b минус b нолевой бөлінгенде бұл үдеудің формуласы болып есептеледі.
бұрыштық жылдамдық пен сызықтық жылдамдықтың арасындағы байланыс теңдеуін анықтау керек. В тең болады омега r. Планетаның радиус векторы бірдей уақыт аралығында шамалары бірдей аудандар сызып шығады. Бұл Кеплердің үшінші заңы екендігі. Бұл нешінші заңы? Бұл Кеплердің екінші заңы, аудандар заңы деп аталады. Қай жұлдыздың биіктігін өлшеу арқылы географиялық ендіктің жуық мәнін есептеуге болады? Әрине, темірқазық жұлдызы арқылы. Төменде жылдамдықтың уақытқа және жүрілген жолдың уақытқа қатысты тәуелділік графиктері берілген. Анықтау керек. Жоғарыда көрсетілген графиктің қозғалыс түрін ажыратыңыз. Бірінші график дене үдемелі қозғалыс жасайды. Жылдамдығы 0-ден әкімдегі 4 секундтың ішінде 6 метр секундқа дейін артып бара жатыр. Ал екінші графигіміз бір қалыпты қозғалыс. Бастапқы координатасы 4-ке тең, соңғы координатасы 4 секундта 8 метрге өзгерген. Енді осы графиктердің теңдеулерін жазу керек. Бірінші үдемелі қозғалыс болғандықтан В тең болады В нолевой плюс АТ формуласы бойынша бізде В нолевой 0-ге тең, үдеу В минус В нолевой бөлінген Т формуласы бойынша анықтап аламыз. Немесе қазір мына жерде 6-ны 4-ке бөлсем, үдеуім 1,5 метр секунд квадрат. Сонда орнына қойсам В тең болады 1,5 Т. Ал екінші графиктен X тең X нолевой плюс В теңдеу бойынша жылдамдықты табамын. X-тан X нолевойды алып Т-ға бөлетін болсам 1 метр секунд. Сондағы X-тің теңдеуі 4 қосылған 1 Т болады. Алтыншы тапсырма бойынша дененің қозғалыс теңдеуі берілген. X тең болады 20 қосылған 5 Т қосылған 6 Т квадрат. Әрине, бұл үдемелі қозғалыстың қозғалыс теңдеуі. 20 ол бастапқы координатасы болады, 5 бастапқы жылдамдығы болады. Мына жерде үдеудің мәні тұрады. Бастапқы координатасы 20 метр, ал В нолевой 5 метр секунд. Келесі тапсырмамызда осы жылдамдықтың уақытқа қатысты теңдеуін жазу керек. Үдемелі қозғалыс кезінде жылдамдықтың теңдеуі В тең В нолевой плюс АТ болатын. Сондағы орнына қойсам, В нолевойдың орнына 5-ті қоямын, ал үдеуім 12 болады. 5 қосылған 12-ті үдеудің жылдамдықтың теңдеуі болып табылады. Ал сондағы үдеудің мәні 12 метр секунд квадратқа тең. Демек, мына жерде 6 дегенім ол А бөлінген 2. Демек, нешені 2-ке бөлгенде 6 шығушы еді? 6, 12-ні. 2 секунд өткеннен кейінгі орын ауыстыруын жазыңдар. Орын ауыстыру дегенім X-тан X нолевойды алып тастаймын. Демек, мынадан X нолевойын алып тастасам, бұл соңғы координатасы немесе орын ауыстыру шығады. 5Т плюс 6Т квадрат бұл орын ауыстыру болып табылады. Енді Т-ның орнына 2 секундты қою арқылы орын ауыстыру векторын есептеймін. Сонда 34 метр болады. 7-ші тапсырмада вертикаль өске қатысты горизонтал бағытта айналатын тегістеу дөңгелегінің диаметрі 0,12 метр болған. Дөңгелектің шеткі жағындағы П нүктесі белгіленген. Дөңгелек минутына 1200 айналым жасайды. Анықтау керек. Берілгенін жаздым, балалар. Бұрыштық жылдамдық омега тең болады 2π нью формуласы бойынша ньюді бөлік есептеп аламын. N-нің кішкентайтыға қатынасы 1200-ді 60-қа бөлсем 20 шығады. Сондағы омегам 40π радиан секунд болды. Ал өдеуі А тең болады В квадрат көбейтілген R формуласы бойынша бұл 9465 метр секунд квадрат болды. Суретте велосипедші қозғалысты А нүктесінен бастайды және А, В, С, Д, Е траекториясы бойынша қозғалады. Мына жерде бұлай қозғалыс жасаған. Енді радиусы 4 метр айналмалы велосипедші 6 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Д нүктесіндегі жылдамдықпен центрге тартқыш үдеуінің бағытын суретке салып көрсетіңдер дейді. Сонда мына Д нүктесінде жылдамдықпенен үдеу центрге қарай бағытталады, бір-біріне перпендикуляр бағытталады. Үдеу центрге қарай, жылдамдық оған жанама.
не жазып қойдым, жылдамдық жанамы бойымен салу керек, ал үдеу центрге қарай бағытталу керек. Ал велосипедшінің үдеуін анықтадым, ол 36-ны 4-ке бөлдім, 9 метр секунд квадрат шықты. Егер жылдамдық 2 есе кемісе, радиус өзгермесе, центрге тартқыш үдеу қалай өзгереді? А тең болады V квадрат бөлу R формуласы бойынша үдеу жылдамдықтың квадратына тура пропорционал болғандықтан жылдамдық 2 есе кемісе, онда үдеу 4 есе кемейді. Демек, ол бұрын 9 болса, 4-ке бөлсем, онда 2,25 метр секунд квадратқа тең болады. Енді Вега жылдық параллаксы 0,12 минутқа тең. Олай болатын болса, параллакстың жұлдызына дейінгі қашықтықты парсекпен анықтасақ, 8,131 парсекке тең. Вега жұлдызына дейінгі қашықтық жарық жылыменен анықтау керек. Есептей келе 27,1 жарық жылына тең болады. Модуль бойынша тұрақты жылдамдықпен қозғалып бара жатқан мотоциклшінің қозғалыс траекториясында көрсетілген нүктелердің қайсында центрге тартқыш үдеу максимал мәнге ие болады? Жауабын түсіндіру керек. Мына жерде мысалы мотоциклші былай қарай қозғалып келе жатыр. Сонда мына V нүктесіндегі үдеу менен үдеу А нүктесіндегі үдеуден үлкен болады, және ол B нүктесіндегі ол А нүктесіндегі үдеу Б нүктесіндегі үдеуден үлкен болады. Себебі бірдей жылдамдықта А тең болады V квадрат бөлу R центрге тартқыш үдеу шеңбер әгіндегі радиусына кері пропорционал болады. Қайсының радиустарына керісінше болады. Зертханалық жұмыс жасау барысында білім алушы көлбеу жазықтығы арқылы қозғалған арбашаны бақылап, оның жүрген жолын және қозғалыс уақытын кестеге жазды. Сонда оның әгіндегі 0,05, 1, 1,5, 2, 2,5 әгіндегі секундтың ішінде дененің 0 әгіндегі 3 сантиметр, 14 сантиметр, 27, 49, 79 сантиметрге орын ауыстыратындығын жазып алды. Зерттеу жұмысында жүрген жолын S уақыттың квадратына T квадрат тәуелділігінің графигін салыңдар. Сонда біз мына сандарды әгіндегі квадраттай отырып, S-тің уақытқа қатысты графигін салдық. Сонда мынандай әгіндегі түзу сызық шықты балалар. Бұл пайдалана отырып, графикті пайдалана отырып, әгінде градиентті және оның өлшем бірлігін анықтадық. Бұл жерде градиент 0,245 метр секунд квадрат пенен 0,256 метр секундтың аралығында біз градиентті және оның өлшем бірлігін анықтадық балалар. Міне барлығы осындай 11 жұмысы бар. 1-90-ға арналған ТЖБ жұмысының жалпы мәтіні осындай болады. Барлығы 30 балл болады. Әрбір жұмысқа өзінің әгіндегі бағалау реттері көрсетілген. Бүгінгі менің видеом сіздерге берген мағлұматтарым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, келесі әгіндегі сабақты жіберіп алмауларыңызды сұраймын. 1-90-ға арналған ТЖБ-ны өте жақсы жазуларыңа тілектеспін. Лайк басып, комментарий жазып, тіркелулеріңді сұраймын. Сәттілік. 1-90-ды өте жақсы деген бағаменен аяқтайды деген сенімдемін. Сұрақтарың болса, комментарийға жазуға болады.